168 бетте 26 қазан 2024 жыл жәбірленуші Бишимбиева мен күдікті Сакиевтің арасындағы беттестіру. Бейне түсірілім. Мен жедел тергеу тобының тергеушісі, Алматы облысы полиция департаментінің тергеу басқармасының аға тергеушісі полиция майоры Нариманов. Бүгін 26 қазан 2024 жыл оперативтік уақыт 13 сағат 09 минут. Біз қазір Алматы облысы Қонаев қаласы индустриальный көшесінің бір мекен-жайы бойынша орналасқан Алматы облысы полиция департаменті ғимаратында номер 303 қызметтік кабинеті Талғар аудандық полиция басқармасының жедел криминалистикалық бөлімінің аға криминалисті полиция аға лейтенанты Насиповтың қатысуымен Sony маркалы бейнекамераны қолдана отырып, жәбірленушінің өкілдері Көшербаева, Жайлаубаеваның қатысуымен және күдіктінің қорғаушысы адвокат Бөленбаевтың қатысуымен бұрын жауап алынған жәбірленуші Бишимбиева Гүлбара Асыпбековна мен күдікті Сакиев Равиль Магомедович арасында беттестіру жүргізу тергеу әрекетін бастаймын. Тергеу әрекеті басталмас бұрын қатысушыларға Sony маркалы бейнекамераға бейне түсірілім жүргізілетіндігі туралы ескертемін. Бишимбиева жәбірленуші өзіңіз аты-жөніңізді айтыңызшы. Бишимбиева Гүлбара Асыпбековна. Жәбірленушінің өкілдері? Жайлаубаева. Күдікті аты-жөніңізді айтыңызшы. Сакиев Равиль Магомедович. Адвокат? Адвокат Бөленбаев Мәдикәрімұлы, Талғар ауданы кейсі. Формада отырған ол айдауыл конвой күдіктіге. Беттестіру басталар алдында қылмыстық процесс кодексінің 71-ші бабына сәйкес жәбірленуші Бишимбиеваға құқықтары мен міндеттері түсіндірілді. Сонымен қатар жәбірленуші Бишимбиеваға қылмыстық кодексінің 420-ші бабы бойынша көрінеу жалған айғақтар берген үшін және қылмыстық кодексінің 421-ші бабы бойынша айғақтар беруден бас тартқан үшін қылмыстық жауаптылық болатындығы ескертіледі. Бұл ретте жәбірленуші өзінің жұбайын Құрметті сот, кешірім сұраймын, бір 10 минутқа өзі жасайсыз ба? Бола ма, өтініш? Жақсы, 10 минут. Жалғастыра беріңіз. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған әшкерелейтін айғақтар беруден бас тартуға құқылы. Жәбірленушіге түсінді ме құқықтарыңыз? Беттестіру алдында күдікті Сакиевқа қылмыстық процесс кодексінің 64-ші бабында көзделген құқықтары түсіндірілген. Күдікті сізге түсінді ме құқықтарыңыз? Түсінікті. Қатысушылар беттестіру басталмас өтініш хат арыз шағымдарыңыз бар ма? Бірін қандай жағдайда білетіндігі, қандай қарым-қатынаста екендігін анықтаймыз. Жәбірленуші Бишимбиева айтыңыз, сізге қарама-қарсы отырған күдіктіні танисыз ба? Жоқ. Мен соны танымаймын. Аты-жөнін білесіз ба? Жоқ. Оқиға болған жерде. Сол оқиға қай күні болды? 3 күні. Осы қазан айы ма? Иә. Сол кезде көрдіңіз бе? Қай жерде болды? Қанажай магазинінде. Сол жерде көрдіңіз бе? Жоқ. Сакиев Равиль, сізге қарама-қарсы отырған жәбірленушіні танисыз ба? Аты-жөнін білесіз ба? Жоқ, танымаймын. Бұрын көрдіңіз бе? Жоқ. Сол оқиға болған жерде байқауымда жылап отырды сол жерде. Скорая. Осы кісі ме екен, әлде басқа кісі ме екен білмейсіз ба? Оның байып дұрыс па, мен беріп қарамадым. Қазір бірінші рет көріп отырсыз ғой? Тергеушінің Бишимбиева сізге сұрақ.
2024 жылдың қазан айының 3-нен 4-не қараған түні қарама қарсы отырған Сакеевті көрдіңіз, сол қандай жағдайда көрдіңіз, сол кезде болған оқиға туралы айтып бере аласыз ба? Сол күні түнде 10:30-12 таман жолдасым Қайрабол маған звондады. Гүлбара Нұрғанат тез оят, Шерзат біреу ұрып қойды, оны қанып жатыр. Тез оят деді. Сосын бөлмесіне барып, Нұрғанатты ояттым, қасында мама бар еді. Ояттық, осылай. Нұрғанат тұрып, Шерзат осы біреу ұрып қойған екен, магазинге тез барды. Сосын киінді де тез шығып, әкесінің машинасы раванғанда бұл кетіп қалды. Одан кейін 5-10 минуттан кейін біз қайтадан Қайрауға звондадым. Не болды, тыныштық па деп сөйтіп едік. Я бәрі жақсы, уайымдамаңдар, шешіп жатырмыз деп сөйтті. Қайтадан шыдай алмадық, бір 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін мама екеуміз жолға шығып кеттік, өзіміз барайықшы деп. Жолға шығып едік, такси тез келіп қалды, соның арасынша тоқтады, үлкен машина екен. Сосын мен автобазаға деп сөйтіп, автобазаны білмеймін деді ол кісі. Сосын жол көрсетем, апарып тастаңызшы деп едім, жарайды деді. Отырдық, 2-3 минутта ғана бардық. Пешеходтан тоқтап, Менделеева көшесіне. Ана кісіге айттым, светофорға келген кезде солға бұрыласыз, ағылай жол тауып аласыз дедім. Сосын жолдан өттік. Өткеннен кейін уже бұлар ерегесіп жатыр екен. Магазин алдында бір топ 10 шақты адамдай, 10-11 адам. Одан кейін 3 машинаны көрдім. Сосын қыздар, 2 қызды көрдім. Гольф машина, Мерседес, сосын Hyundai Accent. Сосын сол кезде жаңа біреу жаңа Шератты ұмтылып, Шератты ұрды. Шерат артқа қарай шегініп, құлаған аз қалды. Сосын Шерат қайтарып ұрып еді, анау қасындағы құлап қалды. Одан кейін мама жүгіріп балаларын қойыңдар деп жүгіріп келе жатқан кезде жаңа Абзал қолынан ұстап алды, маманы итеріп жіберіп, ол кісі құлап түсті. Сосын жаңа Абзал мен қасындағы Нұрбол менің қолымды ұстап алды. Мен ол кезде Шератпен Нұрғанатқа қарай бара жатыр едім жүгіріп. Соларға жібермей ұстап тұрды екен. Сол кезде мынаны көрдім, Нұрғанатқа жабылып жатқан. Қасында жаңағылар бар, бірге қосылып. Нұрғанат тепкілеп, қолында пышағын көрдім. Сосын Нұрғанат бірінші Шерат арт жағынан келіп, жаңа Нұрқияс деген пышақ тыққан кезде Нұрғанат Шератты қорғап атқан кезде жаңағылар жабылады. Сол кезде Шерат құшақтап алып, Шерат не болды құшақтап алған кезде пышақты Нұрғанаттың артынан тағды. Жаңа шағын. Көрдіңіз бе сіз? Иә. Одан кейін Шерат артқа қарай олай шегіп отырып қалған кезде аузына тамақ қанап отырып қалады. Сол кезде Шерат не болды саған деп сол жағын қараған кезде уже пышақ талған көрдім. Сол кезде бұлар жабылып бәрі Нұрғанатты тепкілеп жатады, ұрып, жаңа мылтықтары бар, басынан ұрып жатқан кезде. Нұрғанат жерге жатып құлап қалған кезде бұлар Шератқа қарай келеді. Шератты қосып бәрі бірге тепкілеп, ұрып, соғып, жаңа мылтықтың басынан ұрады. Нақты осы Сакеев Равилдің Нұрғанатты былай Шератты қорғап жатқан кезде. Оны айттым қазір сұрақ. Нұрғанатты қолдарымен, аяқтарымен дене жарақатын келтірген көрдіңіз бе? Көрдім. Қанша адам тиюі? 5-6. Соның ішінде болды ма? Болды. Шерзатты қанша адам ұрды? Оның да 5-6. Сол болды ма Равил ішінде? Бәрі жабылды. Равилді көрдіңіз бе? Көрдім. Сол кезде домның адамдары шығып бастаған кезде бұлар уже қашып кетеді. Ар жақтан скорый милиция деп жүгіріп келеді, машинасын айдап келеді. Біз бірінші Шерат саламыз, сосын Нұрғанатты машина саламыз. Басқа болсаңыз
Сакиев Равиль, сізге қарамыз отырған жәбірленуші Бейшенбиеваның жауабын естідіңіз бе? Иә, Жауаптармен келісесіз бе? кейбір жерін келіспеймін. Жартылай келісесіз бе? Айтып тұрыңызшы. Бірінші кешірім сұраймын, балаңыз артық қайырлы болсын. Бірақ мен өз кінәмді мойындаймын, Нұрғанатты ұрдым мен. Бірақ пышақ ештеңе ұстаған жоқ. Нұрғанатты 2-3 рет тепті. Мен барған кезде сол магазин артында сызған Шерзат сол жерде жатты, марқұм бала. Мен оны көрген де жоқпын, кім пышақтаған, не болғанын уже. И мен барған кезде Нұрғанатты бәрі ұрып алды. Мылтықпен Нұрқияс ұрып алды, тепкілеп алды. Сол кезде барып 2 рет ба 3 рет тептім Нұрғанатты. Соны кетіп болды. Пышақ ұсталды деген жерде. Пышақ ұстамады. Шерзатты ұрдыңыз ба? Шерзатты ұрмады. Видеода да көріп тұрмыз. Магазин алдында ана қыз мені тартып кетті, төбелесіп сол басылып жатқан кезде қыз тартып кетті, мен кім-кімді ұрып, кім-кім пышақтағанды көрген жоқ. Мен мылтық атылғаннан кейін бірақ келдім. Сол магазин артына барып Нұрғанатты ұрдым, оны мойындаймын. Тептім Нұрғанатты 2-3 рет болды. Сізге қатысты жәбірленуші сұрақ, Сакиев Равильдің берген жауабын естідіңіз бе? Естідім. Келісесіз бе жоқ? Өз жауаптарыңызға қаласыз ба? Сізге қатысты қандай да бір дене жарақатын келтірді ме? Сакиев Равиль. Так, бір-бірлеріңізге қоятын сұрақ бар ма? Сіздің бар ма күдіктіге қоятын сұрақ? Не қоям, бәрін өтіресің. Равиль, сізде сұрақ бар ма қоятын? Жоқ, кешірім сұрағым жоқ. Басқа жәбірленушінің өкілдері сұрақтарыңыз бар ма? Сіз өз жауабыңыздан айтып жатсыз ғой, видеодан көрдім деп. Сол видеоны қай жерде көрдіңіз, кім көрсетті сізге? Видеоны мен неге прокуратураға барған кезде кім следователь айтты, мынау қайтыс болған марқұм бала тепкен деп мен прокурор сол таларда. Сонымен сол мен прокурор маған тепкен жоқ. Прокурор көрсетті. Тепті ғой, қара деп көрсетті, мен көрсеттім. Аға, бұл мен емес, мен ең соңынан келген, мен осы адам бар тепті. Жалғаштар өтті. Иә, прокуратура. Біз апарды прокуратура. Мына тепкен деп мен сөйтіп айттым, мен теппен. Сен мойындамай тұрсың, ағаның осы видеоң бар ғой тепкен дейді. Көрсетейін бай, аға көрсетші, мен тепкен жоқ, білемін емес, өз іс-әрекет. Видеоң көрдім, шығыспен мен шатастырып. Ол сен от жоқ, міне мен келіп, ең соңынан келіп, Нұрғанат тепкен. Басқа сұрақтан тұрмышты? Алғысы сұрақ бар ма? Біріншіден балаңызға көңіл айтамын, соңғы жер жайлы прокуратура болсын. Енді қылмыскер өз жазасын алады, әркім өз істеген ісіне жауап беру керек. Енді нақты айтыңызшы, Равильдің Шерзатқа қатысты іс-әрекетін нақтылап айтып беріңізші. Тепкілеп ұрып соғады. Ал Нұрғанатқа Қай жерден жоқ, Нұрғанатқа қатысты айтыңыз, Шерзатқа тепті ұрып соққанда, қай жерден тепті, қай жерден ұрды, қандай жағдайда? бәрі қосылып жабылып ұрып. Жоқ, Равильді айтамын, нақты Равильді. Ұрып тепкіледі. Жоқ, Қай жағдайда? Қараңыз. Бәрі емес, нақты Равиль туралы айтсаңыз. Тепкілеп ұрып соғып жатыр деп айтып отырмын. Басқа сұрағыңыз бар ма? Жоқ, басқа жоқ. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, онда жабылып тепкіледі. Бұрылып соқты. осы жерден беттестіріп тергеу әрекетін аяқтаймыз. 13 сағат 21 минут. Сұрағыңыз бар ма? Құрметті сот, осы жерде сізден өтініп сұрарым сіздің назарыңызға. Осы жерде міне бір күн бұрын 25 қазан 10 ай күні. Жоқ, оның бәрін жаңа айтылды ғой. Жарыс сөзге дайындалып. Айта салайыншы. Сол кезде 25-10 ай күні осы Аскентаймен беттестіруде осы Гүлбара ханым айтқан Нұрғанатқа Нұрқияс салды пышақты жамбасына деп. Бір күн бұрын өтті, міне 26 күн 10 қазан күні беттестіру Гайыпбаевпен басталады Нұрғанатпен. Бірақ күн ортасында өтті. Гайыпбаев бірінші кіріп шығады, біз коридорда күтіп отырамыз. Гайыпбаев шығады да Нұрымовпен Гүлбараға айтады, маған абзалмен мынау Равиль деп айтыңдар, Равиль салған мен жамбасыма деп айтып кетеді, мен өз құлағыммен естимін. Қазірдің өзінде де Гүлбара мынау ханым беріп отыр, беттестіруде айтады, Нұрқияс деген Шерзатқа пышақ салды дейді. Сонда енді әр баламен әр беттестіруде әр баланы путать етіп өзі жалған ақпарат беріп отыр. Сот өз Соны назарыңызға алуыңызды сұраймын, өтінемін. Бәрін көріп отыр сот. Құрметті сот, сұрақ қоюға болады ма? Сұрақ қоюға болады.
жәбірленушінің өкілі жәбірленуші жоқ болғандықтан ол кісі жауап бере ала ма екен? Жоқ, бере алмайды. Бере алмаса, онда Сахиевқа сұрағым бар. Қойыңыз. Сахиев, мынау тағы да қысқаша беттестіру, сондықтан көп сөздері жазылмай қалған. Бірақ жаңа сіз жәбірленушінің айтқан Бейне жазу бойынша сұрай беріңіз. Бейне жазу көрдік қой бәріміз. Иә, осы бейне жазуда жәбірленуші пышақты Шерзатқа Нұрқияс салды деген сөзді айтты. Сіз оны қуаттайсыз ба? Жоқ, мен көрмедім ондай. Естімедіңіз бе? Көрмедім емес, естімедіңіз бе? Ол маған айтпады. Жоқ, камераға айтты. Құрметті сот, бұл сұрақты алып сол біреудің комментарий бермеді, біреудің сөзі. Жоқ, комментарий емес, кешіріңіз, онда сіз жауап бере алмайсыз. Сұрақ болып тұр. Басқаша қойыңызшы. Құрметті сот, егер де ол кісі көрмесе, қайтадан көрсетіп берейік өзіне. Айтты ма, айтпады ма? Себебі оның да качествосы нашар запистің. Әрең естіледі. Сондықтан маған керек болып отырғаны, иә, Нұрқияс салды деп осы жерде айтып отырғанын. Құрметті сот, болмайды. Жоқ. Мен өз жауабымды айтқандай, осы жерде де тура өз жауабымды айтып тұрмын. Мен өз бар көрген білгенді айттым. Осынды жерде де айттым. Жақсы ести болады. Рұқсат па, құрметті сот? Сотталушы, айтыңызшы, сіз бағана айттыңыз, мен бардым, тептім, Ғайыпбаевты де оны мойындап отырсыз, айтыңызшы, ол Шерзатқа пышақ тығылғаннан кейін барып тептіңіз ба, оған дейін ба? Мен барғанда, Нұрғанат сол жерде теуіп отқанда, ана Тәте айғайлаған қарағанда ол жерде бір бала жатты. Ол пышақ қашан тығылды білмейді екен оны. Қай жерде ол? Сол Нұрғанат қасында ма? Жоқ, Нұрғанат отырды ғой. Прожекторның астында, иә? Сол жерде мен бардым, артынан жүгіріп, мылтық атылғандай құлап қалдым, сон тұрдым да, артынан бардым. Барған кезде балалар ұрып атты Нұрғанатта. И сол кезде мен оны 2 рет тепкеннен кейін. Кімдер ұрып атты Нұрғанатты? Айттым ғой алдында жауап берген. Нұрқияс мылтықпен ұрып атты. Абзал Нұрболды көрдім. Қалғандарын байқамадым. И сол кезде мен барып Нұрғанат тепкен кезде, ана Тәте айғайлаған қараған кезде ол жерде бір бала жатты. Жақсы, енді ол түсінікті ғой, мысалға, ол жерге Шерзат пышақ тығылғаннан кейін барып құлаған, Енді ол одан кейін барып түсінікті болды. Яғни сіз пышақ тығылғаннан кейін барып тепкіледіңіз, Ғайыпбаевты? Кім, Шерзаттың ба? Иә. Солай болып тұр ғой. Кім, Ғайыпбаев қандай жағдайда, қандай күйде болды ол? Тұрып тұрды ма, қарсыласа алды ма, әлде Ғайыпбаев тұрып келеді. Мен біріншісінде оны қатты тепедім, арқасынан түрттім же. Мылтық не үшін атасың деп. Екінші рет ол тұрып келеді орнынан. Сол кезде желкесінен тептім. Ол тұра алмады содан кейін, Кім? Ғайыпбаев. Жоқ, Ғайыпбаев соны отырып қалды сол жерде. Рахмет, құрметті сот. Сұрағыма жауап алдым. Ал сол кезде мылтықпен қай кезде ұрды? Сіз тепкенге дейін ба? Жоқ, мен барып итер жерінде бірінші Нұрқияс, сосын Абзалды итер жерінде. Сосын екі рет тептім Ғайыпбаевта. Мылтықпен ұрып болғаннан кейін? Иә. Жақсы, отыра беріңіз. Құрметті сот, менің бір өтінішім бар. Көріп отырғандай, құрметті сот, шындығында беттестірулері қысқаша ғана жазылған, біздерге көп жерде түсініксіз. Кеше жәбірленушінің өкілі айтты, мен жеткізуге тырысамын ол кісілерге. Тырысқан емес, міндетті түрде керек, себебі бұл балаларға үкім шығады барлығына. А бізде тергеу и так слабый болған, сондықтан жақсы жүктелді ғой ол. Міндетті түрде. Құрметті сот, егер мен жауап беретін болсам, жауап берейінші. Бере алмайсыз. Ал бере алмасам, онда неге мен маған сілтеме жасап тұрсыз сіз? Мен бере алмайтыныңызды естігім келіп тұр. Айыптау тарабы сіздерге жүктелді ғой ол жәбірленушілер. Иә, мен енді жауап бердім ғой, қазір өзі айтып тұр. Жақсы, жалғастырамыз. Қойыңыз, сұрақ болса қойыңыз. Бұл Бишімбаева мен емес, осы алдындағы Ғайыпбаев бойынша. Маған керек болып тұр да. Равильге. Сакиев Равиль, айтыңызшы, жаңа сіздің Ғайыпбаевпен осының алдында беттестіруіңіз болды. Сол жерде Ғайыпбаев айтады, мен Сакиев Равиль екеуміз, Сакиев Равиль маған келді, екеуміз сөйлесіп тұрған кезде Ахметті Абзал бір ұрып жіберді деді. Сол кезде мен Ахметті барып көтеріп алдым деді. Осы кезде Қали Ахмет, Дидар сол сіздердің қастарыңызда болды ма? Сіз сол кезде Қали Ахмет, Дидарды көрдіңіз ба? Жоқ, байқамадым мен Қали Ахмет, Дидарды. Яғни сіздер келген кезде акцент мәшинесі тұрды ғой? Ол жерде көп бала болды. Мен Дидарды қалай танысам, Нұрғанатты да солай танимын. Оны байқамадым Дидарды. Ол Нұрғанатпен жүр ма, біз магазинға келдім, оны білмеймін Дидарды. Сіз жаңағы Нұрғанатпен далада сөйлесіп тұрған кезде төбелес
Ахметті біреу ұрып жіберген жалпы көрдіңіз ба? Жоқ, мен бұрышта Нұрғанатпен сөйлесіп тұрдым. Сол алдында жауап бергенде ол маған айтып жатты, менің інім, братишкам сендердің балаларыңды ұрып жіберіпті деп. Мен сол кімді деп сұрап, Дарханды көрсетіп, Дарханды қарадым да, бұл біздің бала емес, мен бұны танымаймын дедім. Сөйтіп тұрған кезде ол, болды, мына жерде недоразумение болып жатыр деді. Содан ол маған енді өз әңгімесін айтып бастап келе жатыр еді, көрінбей кеттің ғой, осылай өсіп, ар жақ төбелес басталып кетті. Кім тұрған байқамадым. Все, рахмет. Рұқсат па, құрметті сот? Кешірім сұраймын, қайта сұрақ қойып жатсам. Сіз бағана бара жаттыңыз иә, Ғайыпбаевты тебуге. Сол кезде мамасының айғайлап көмек сұрап жатқанын естідіңіз ба? Жоқ, енді мен ашулықпен барғаннан кейін, екі рет тепкеннен кейін естіп жатырмын ғой, сол кезде тоқтадым. Естідіңіз иә? Иә. Тап қасыңызда сіз бара жатқанда айғайлады ғой, барған кезде емес. Оны білмеймін, мен естіген уақытым сол теуіп жатқан кезде уже естідім де кетіп қалдым. Нұрғанаттың айғайлап жатқанын естідіңіз ба? Жоқ, скорый деген. Жоқ, естімедім. Сіз қылмыс жасағаныңызды мойындамаймын дедіңіз иә? Қай бөлігінде мойындамайсыз? Қазір мен өзім істеген затын мойындаймын. Мен тепкенімді Нұрғанатты барып мойындаймын. Тепкеніңізді мен Шерзатқа тепкен де жоқпын, Шерзатты көрген де жоқпын ол жерде. Одан кейін барып бірақ білдім, қайтыс болғаннан кейін. Жақсы, рахмет. Мен пышақ салғанымды мойындамаймын, мен пышақ ұстаған жоқпын. Іске қатыстылығыңызды мойындайсыз ғой? Іске қатыстылығымды мен Нұрғанат тепкенімді мойындаймын. Рахмет. Өкінемін соған. Жалғастыра беріңіз.